Алла тағаланың мұсылман құлдарына қасиетті етіп берген бірнеше күндері мен айлары бар. Қасиетті айлардың бірі әрі бірегейі ол Рамазан айы. Рамазан айының ерекшелігі сол, мүміндер бұл кезде бір ай бойы ораза ұстайды. Рамазан мейірімділіктің, қайырымдылықтың, сабырлықтың, кешірімділіктің, тақуалықтың және нәпсіні тәрбиелеу, өз-өзіңе есеп беру айы. Осымен қатар Рамазан Құран айы, тақуалық пен тәрбие айы ретінде байыпталады. Рамазан айлардың сұлтаны, күнәлардың кешірілетін, мың айданда қайырлы қадір түні бар шоқтығы биік ай. Құран кәрімде Алла тағала мүміндерге ораза тұту жайында былай дейді: Әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай ораза парыз қылынды. Негізі ораза ұстаудың рухани һәм денсаулыққа пайдалары өте көп. Рухани пайдаларының бірі адам баласын сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Өйткені пенде күнін Алла тағалаға иман еткен күйде аштықпен, шөберкеумен өткізеді. Пенде адамның ашуын тудыратын қандай да бір келеңсіз жайттарға тап болса, мен оразамын деп сабырға келеді. Жалпы мұсылман қоғамында осы Рамазан айында қылмыс азаятыны белгілі. Өйткені Алланың мұсылман пенделері өзін және өзгелерді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыяды. Нәпсісін тізгіндейді, мейірімді, кешірімді болады. Пайғамбарымыз бір сөзінде, кім Рамазан айының оразасын шын иман және ықыласпен ұстаса, оның бұрын істеген күнәлары кешіріледі деген. Сондай-ақ Алла елшісі тағы бір хадисінде, Рамазанның басы рахмет, ортасы кешірім, соңы тозақ отынан құтылу деген екен. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде үмметін былай деп сүйіншілейді: кім Рамазан айында шынайы сенім мен сауапты бір Алладан ғана күтіп, ораза ұстаса, бұрын-соңды жасаған күнәлары түгелдей кешіріледі. Қараңызшы, шынайы сеніммен бір ай ораза ұстасаңыз болғаны, әлемдердің Раббысы сіздің барлық күнәларыңызды кешіруге дайын. Бұл тек Мұхаммед үмметіне берілген асыл сый. Өйткені Алла елшісі өзінің құдси хадисінде оразаның тұтқан адамның Алла алдында орны ерекше екенін былай жеткізеді: ұлылығы шексіз Алла тағала адам баласының ұстаған оразасынан басқа барлық амалдары өзіне. Ал оразаның жөні бөлек. Өйткені ораза менің разылығым үшін ұсталады. Сондықтан да оның қарымын, сауабын өзім беремін деген. Алла елшісі былай деді: аузы берік кісіге ауыз аштырғанға ораза ұстағанның сауабындай сауап беріледі. Бұдан ораза ұстаушының сауабы еш кемімейді. Ораза айы күнәдан тазару айы. Алла елшісі былай дейді: ораза қалқан. Пенде ораза ұстаумен тозаққа қалқан қояды. Осы хадистегі қалқан біздің сабыр шыдамымыз болып табылады. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде, ораза сабырдың, сабыр болса иманның жартысы деген. Демек, ораза иманнан туындайды. Иман тозақтан сақтайды. Мұсылман иманының қуатына қарай қылмыс пен күнәдан бойын аулақ ұстайды. Жүйкесін жұқартпайды, ашуын ақылға жеңдіре алады. Ораза ұстап аш жүрген кезде нәпсі қозбайтындықтан адамның сабыр сақтауы көп қиындық туғызбайды. Аяқасты тап болатын түрлі қиындықтарға шыдамдылық танытуда оразаның берер пайдасы көл көсір. Рамазан әр жылы қайта оралып, мұсылман адамға өз-өзіне жаңадан тәрбие беруге мүмкіндік беретін. Мұсылман пенденің сабырлығы бойынша емтихан тапсыратын ай. Оразаға ниет еткен жамағат Алла таңнан ақшам уақытына дейін сабырлық жасайды. Ораза болған үшін кешке дейін ішіп жемейді. Сондай-ақ ашу-ызаға бой алдырмай, жұмсақтық танытады. Тұла бойын харамнан, тілін жаман сөзден, көзін сұқтанудан сақтайды. Өйткені сабыр еткендерге Алланың қайтарар сыйы қисапсыз. Алла тағала періштелерді жаратып, оларға тек ақыл, жануарлар әлемін жаратып, оларға тек нәпсі берген. Ал адамзатты жаратып, ақыл мен нәпсіні қоса берген. Періштелерде нәпсі болмағандықтан Алланың әмірін бұлжытпай орындайды. Жануарларда тек нәпсі ғана болғандықтан олардың бар мақсаты қарынды тойдырып, жыныстық сезімін қандыру қамында ғана өмір сүреді. Ал адам баласында періштедегі ақыл да, жануардағы нәпсі де бар. Адамзаттың періште мен жануардан айырмашылығы мына дүниеге сынақ үшін келген. Сондықтан адам қаласа ақылы мен періштелер дәрежесін бағындырады, немесе нәпс құмарлыққа салынып жануарлар секілді қарын мен жыныстық сезімінің қамын ойлаумен күн кешеді. Демек, адам ақылға ерсе, дәрежесі артады, ал нәпсісіне ерік берген адамгершілігінен айырыла береді.
Әрине, оразаны хадисте келгендей иман келтіріп, бір Алланың ғана разылығы үшін ұстауымыз қажет. Дегенмен де, Раббымыз бір құлшылықтың өзінде бізге қаншама пайдалы сый берген екен. Сол үшін де ораза нығметін дұрыс пайдаланайық. Алла тағала Рамазан айын бізге өзі разы болатындай пайдалы өткізуді жазсын.